мындай айтады ғой, сетевой маркетинг дегенді вообще жек көретін тұғым мен. Я говорю, маған айттым. Не, біреуді сенбей жатыр ғой өтірік деп. Да, өтірік деп, маған беріңдерші, говорю, аяғыма дедім да, так вот. Көрейін дедім. Керек емес, не алмаймын, жазылмаймын деген. Все, она Мария тете, потом астындағы жарықтым деді. Ай, сен жазыл, көрші жарайды деді. Ал да ішіп көр, одан кейін көресің деді. И вот соны іштім, бірінші менің, в общем-то, давлением бар тұғым. Мен бірақ аяққа келдім. Сөйтіп, давлениемен сразу ауырдым. Одан кейін бір аяқтарым, осы аяқтар, 2 апта бойы аяғым ауырды менің. Ішкеннен кейін ба? Ішкеннен кейін 2 апта ауырды. Одан кейін бір позвоночнигім 2 апта ауырды. Қатты ауырдым. И в общем, қарасам, уже все вот гибкое стало мне. Приседания сделайте. Сделайте приседания дальше. Я делаю приседания, потому что мен тоже, мен жасым үлкен. Ішіп жатсыз ба сіз? Августа бері. Сейчас, подожди, у меня просто, понимаете, да, когда я утром вставала даже, да, аяқтарым вот действительно, вот у меня бабушка 90 жаста, 80 жастағы апалар, сондай аяғым қатып қарысып қалды. И вот соны, я всего лишь это 51 мне. Мен жас болырала. Әжем десі. Да, и вот аяғым вот қарысып қалды деген кезде мен жүре алмайтын тұғым. Вот понимаете, настолько прям все такое, как кол стоит, как металлическая, как деревянная, да, нога. А потом раз смотрю, у меня ноги такие, раз, гибкие стали. Октябрь, ноябрь, вот декабрь, вот сейчас я... Ауырмай ма аяғың ешқандай? Аяғым, казалось, ауырмайды. Вот. У меня, оказывается, вот мастит был, неге скрининг, елу жаста скрининг өтесің ғой, вообще, былай бітмеген кезде ауыратын тұғым бір. Тиіп кетсе ауыратын тұғым. А маған одан сайын ауыратын коленки были мои. Мына даже вообще есімнен де шығып кетті. 2 айдан кейін бүйтіп қарасам, мынандай түйін болатын тұғым, 2 жер. И вот соны, маған онкозаболевание бар деген тұғым маған. Онкаға бар. Я говорю, мне вообще маған керек емес. Онка, и сейчас если керек емес маған, я говорю, мне надо ноги вылечить. Бірінші аяқты. Да. Жаны. Потому что вот он, мен 2 этажды үйіміз бар ғой біздің, да, 2 этаждан спальняден, вот он спальня, а вот здесь вот туалет. И соған прям вот так вот, еле-еле вот немен баратын тұғымандай. Бұрын іспей жүргенде, Слушай, я просто вот это вот, я сама, я говорю, не верила, я действительно не верила. А вот действительно, оказывается, после Дэйвского, Самаркандқа бардым, мне стало легче. Жақсы болып қалдым, опять начала. Вот такой вот результат у меня. Вот этот вот науки. Он есть и вообще, он турал есімнен де шығып. Жоқ па, кетіп қалды ма уже? Жоқ. Түйіндер? Мен ол турал вообще даже есімнен шығып. Ойланғанда жоқ. Октябрь, ноябрь, декабрь, и вот сейчас я айтайын что это же вот үйкемен. 3,5 ай ғой, ішкенде. Да. Вообще керемет. Біреуді айтады, ол анау алоэ вера шыққан, тианши шыққан, далбасы сетеве маркет, ол керек жоқ, алдайды бәрі деп айтады. Бүйтіп қаласың. Ал ана телефондан көрсең, ана қойса алайшы деп қаласың. Нет, даже не думайте, алыңыздар. Мен почему, потому что я пью, вот аяғым ауырып жатқан кейін үйге келемін ғой, я такая вся уставшая, келемін, шай нетемін, а потом уже вот бір ай уже ішкеннен кейін келді, жұмыстан келді, говорит, это шашап отырмын дейді. А я быстренько приготовила первое, второе, жүгіршім, говорит, что-то шашап отырмын дейді. Говорит, давай тебе ванночку сделаю деді. Сөйтіп ванночка, аяғым жоқ, маған бүйтіп қарап отырды дейді. Вообще маған көптен бері олай бүйтіп қараған жоқ тұғын. Неге қарап отырсың ол? Жүгір жүргенде қарағанда, ауырып жатқан кейін қарамаған болған. Я говорю, ты знаешь, ты, говорит, изменилась это. Я говорю, а как я изменилась это, да? Ты, говорит, бодрая стала. Ты, говорит, у тебя жизнь настроение нормальное. Я говорю, да, я даже не замечала это. Все, а я уже что-то мне говорю, а можно мне тоже пить бальзам, говорит, мама? Я говорю, давай. Я говорю, давай будем. И, в общем-то, и соған да бердім. А оған, сколько шамовного келген, ол кісі айтты, он говорит, ему, говорит, 3 месяца всего надо пить. А маған айтты, ой, саған, говорит, жарты жыл, шебер. Потому что у тебя настолько, говорит, такой забетонированный, говорит, этот, вот организм, говорит. Сөйтіп мен қызымды апардым, вот, қызымды да келдім. Сөйтіп қызым жаңағы уже, ол әлі, вот, бір баласы бар, бір немерем бар, да, уже, 5-тен асып кетті 6-ға, и не может забеременеть.
Сіз соны не қанет, Урсул Кашевална айтты, у него, говорит, левый, этот яичник, оған да беру керек я, деді ма? оған да беру керек деді. И вот, я не знаю, вот теперь енді күтіп отырмыз результатын. Бірінші мен бастадым, а потом вся семья. Потому что результат шикарный. Вы даже и не думайте. Вот, көріңіздер. Ну, я не знаю, жастарды думаю, не айтсам, а вот... Жастар, Динара, жастар, пока білмейсіңдер, пока сіздерде ешнәрсе өскен жоқ. Да. Пока да өсіп қалғанда уже поздно. Уже, вот айтып отыр, сколько тратите. Пока өспей, профилактика үшін қыздардың бәрі 30 артыға. Ішу керек. Ішіп, бір рет ішіп шығу керек. Яғни бір рет кран неден трубалар бәрін шешіп жасау. Мен мына қызым атты осы себіре ма? Ой, ішіңіз. Аламыз ба? Сахар деп атсыз ғой, менің күйеу балам инсулиннен зависимый тұғын да, қызым.